Тамақ дайын болыпты. Әкемді шақыр. Балаң екеуміз дайындадық. Сен бүгін тренировкаға бардың ба? Жоқ. Неге? Барғым келмеді. Маған үй шаруасымен көмектесті. Сені боксқа не үшін бердік? Тамақ жасау әйел адам іс емес пе? Байтас. Менде өз ұлы өсіп жатыр ма, қыз өсіп жатыр ма? Онда ерге лайықты етіп жүрмейсің ба? Ертең үйленген соң отбасыңа тіреуіш боласың ғой. Болдым, рахмет. Тоқта, қайда барасың? Мен оған жаман болсын деп айтқан жоқпын. Білемін. Қазір мені жек көрсе де кейін түсінеді. Сені ерекше құрметтейді. Тамақ дайындап жатқан кезде тұзын көбірек қосыңыз. Әкем мен ұнамай қалады деп қояды. Ертең ірімшік жасашы, дәмін қатты сағынып кетіпті. Үйде сүт тіпті. Мысық екеуің бәрін тауысып қойдыңды. Сол мышықтың көзін құрту керек еді. Қайыржан. Балам, ертең азанмен барып сүт алып келші. Анаң бізге ірімшік жасап берсін. Ұйықтап қалған болар. Біз де жатайық. Stop келем. Жарайды. Қайсың о? Сүт алайын демедім. Сүт жоқ. Бізде бітіп қалған. Сәрсенбайлардың үйін барып көр. Жарайды, рахмет. Алейкумассалам. Ағайда сүт бар ма? Сүт үйде жоқ. Балтай үйінен көрші, соларда ол керек. Жарайды, рахмет. Жоқ. Сен бұл ақшаға 5 литр сүт аласың. Сатпайын дедім ғой. Түсінші, үйде әкем ауырып жатыр. Маған бәрібір. Не болды? Шығасың ба? Шығам. Жүр онда.